қазақтың салтын, дәстүрін, тілін сақтап, Европаның мәдениеті мен ғылымын, білімін игеріп, Жапония сияқты мемлекет құрамыз деп. Әлихан Бөкейхан Санкт-Петербургта Орман шаруашылық университетін бітірген кезде 9 тілді білген екен. 9 тілді білген жалғыз студент ғылым доктор атағын алып шыққан. Ондай адамдар саусақпен санарлық сол кезде. Лениннен деңгейі 10 есе артық болған. Сол кезде біреу айтыпты ғой, біздің Әлиханмен де сөйлесетін бір адам бар екен ғой, теңдей салатын деп. Шында Ленин кімнің қасында ергежейлі сияқты болған. Өте керемет сол кездегі. Сұлтанмахмұт Торайғыровтар, кешегі қасында жүрген Мағжандар, бәрі сол Әлиханның қасындағы көмекшілері болған. Олар енді Шәкәрімді ұстаз деп санаған, Абайды ұстаз деп санаған, негізгі Алаштың идеясын, іргетасын қалағандар Ахмет Байтұрсын, өздеріңіз Әлихан Бөкейхан, Міржақып, Мағжандар, Мұстафа Шоқайлар. Содан кейін олардың қасында өте көп талантты адамдар болған. Өкінішке қарай баудай қылып қырып тастады.